Қазақстанды теңестіретін болсақ, осы әлемде екі ғана ел бар. Ол Япония мен Оңтүстік Корея. Сол екі елде ағайын, саламатсыздар ма? Мынау ұлы бабамыз Абай ескерткішінің жанынан өтіп баратып, мынандай мәселені көріп отырмын. Мынау бауырым жазыпты, қазір өзінен сұрайық. Бұл бауырым: требую отставку правительства и выборы акимов, долой коррупции дейді, стоп коррупция дейді. Ал бауырым, ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Өзін таныстырып отырсаң, есімің қалай? Есанбой Ходжиев. Қалай? Есанбой Ходжиев, Есен. Осы Қазақстан Республикасы азаматы ретінде өз құқығымды пайдаланып, кешегі тағайындалған акимдерге, үкімет басшысына қарсы ретінде өз талабыммен шықтым. Оларға жетерлі уақыт берілген еді, осы уақытқа шейін бірде-бір жұмыстарына атқара алған жоқ. Халықтың жағдайы маз емес, барлық зат қымбат, дүкендердегі продукт заттар бәрі қымбат. Халықтың жағдайы күннен күнге жақсы емес, жаман жаққа бұрылғанын көріп жатырмын. Сол үшін өзімнің құқығымды пайдаланып осы талаппен шықтым. Үкімет басшысы үкіметті отставкаға жіберіп, басқа жаңа кадрлерді алып келіп, реформа жасауды талап етем. Жетер осынша 30 жыл күткеніміз. Күнде жылда алдағандары үкімет басшылары 160 олигархтардың мүдделерін қорғап, халықты мүлдем ойламай қойды. Қай саланы қарамасаңыз, сол олигархтардың жағдайы жасалған. Мысалы, тұрғын үй бағдарламасы, көлік индустриясы, бәрісі бәр жер ақсап тұр дейсіз ғой? Ақсап тұр. Халыққа мүлдем жағдай жасалған жоқ. Қайда барсаң, осы көрші елдермен салыстыруды ғана айтады. Бізде тыныштық, көрші елдерден жақсы тұрмыз деген сияқты. Қазақстанды теңестіретін болсақ, осы әлемде екі ғана ел бар. Ол Япония мен Оңтүстік Корея. Сол екі елде жерінде ештеңе жоқ. Мүлдем ештеңе байлығы жоқ. Бірақ халқында барлық зат бар. Біздің Қазақстанда барлық затымыз бар, бірақ халыққа ештеңе жоқ десе болады. Сол үшін осы талабым. Ойыңыз сол, ойыңыз осы бұлай. Жақсы. Президент жаңа Қазақстан құрамыз деп президенттікке заңсыз болса да отырып алды, тағы да 7 жылға. Ойлағам, сол енді жаңа уақытында